Ең алдымен баршаңызға қайғырып көңіл айтам. Қазақтың көрнекті қайраткері, халық артисі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімұлы Әшімовтың қазасы бәріміздің қабырғамызды қайыстырып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қаралы хабарды естіген бойда Асанәлі ағамыздың отбасына, туыстары мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдаған болатын. Аса көрнекті өнер тарланы, халық артисі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімовтың дүние салуына байланысты қайғыларыңызға ортақтасып көңіл айтам. Асанәлі Әшімов бүкіл саналы ғұмырын театр және кино саласына арнап, төл мәдениетіміздің көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосты. Ол көптеген образдарды шебер сомдап, көрермен қауымның ыстық ықыласына бөленді. Сахна саңлағы әрі кәсіби киногер ретінде соңына өшпес із қалдырды. Жас өнерпаздарға бағыт-бағдар беріп, рухани сабақтастықтың сақталуына зор еңбек сіңірді. Өрелі өнердің туын биік ұстап, өнегелі ғұмыр кешкен Асанәлі Әшімовтың жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде сақталады. Иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Ұрпақсыз жерге тамыры жаяматам, қажытпай қарт әкеңді